Сәлем баршаңызға, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі тақырыпты бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мадина Сатуақызова ақша қай жерде бар? Әртістер сол жерде деп өзінің шынайы бет-пердесін ашты. Әнші Мадина Сатуақызова бүкіл шоу-бизнес жұлдыздарының шынайы бет-пердесін шешті. Әлеуметтік желіде тараған бейнежазбада ол әртістер тек ақшаға бар жерде ғана жүретінін ашық айтқан. Оған әртүрлі оқырмандары пікір жазуда. Ой, осы әншілер пандемия кезінде біреуін үні шықпай қалып еді, енді жарқырап шыға келді. Ешкімге пайдасы жоқтар. Рас қой, енді біз сияқты қара халықтың не қылсын, өздері қайда шыққандарын ұмытып кеткен шығар. Осыларды қазақтың еркек қыздары, бетке ұстары деп жүрміз ау. Осылардың күйеулері қайда қарайды, ата-енесі бар емес пе, тіпті балалары ше. Тәрбиелері осы ма? Тәрбиесі видеоны не үшін түсіріп отыр? Өздері масқаралау үшін бе? Ұятай, онсыз да халық біледі ақша үшін барлық жерге баратындарын. Біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді деп бекер айтпаған атам қазақ. Жырқылдап ақша қайда бар, біз де сонда тұрамыз деп абыройларын төгіп отыр. Адами қасиеттерден жұрдай болып бара жатсыңдар. Әншілер, ұятсыздар. Ақша дей бермей бала бақсаңдаршы. Ертеңгі күн ұлына не деп айтасың? Неге мен жалғызбын десе, атырауға барып, ақша қуалаумен қолым тимеді дейсің бе? Деп әртүрлі пікірлер жазылуда. Соңына дейін тыңдағандарыңызға көп рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіздер.